Құрметті YouTube көрермен, әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып өтіңіз. Мәссаған, өзі сүр бойдақ, бой десең бойы, ой десең ойы бар, оның үстіне дүние тапқыш нағыз жігіттің төресі еді. Білдей бір фирманы басқарып отыр, кез келген қыз жолында құлайтын. Есі ауысып қалды ма оның? Не деген масқара? Бір жағдай болған-ау, мүмкін емес. Өзінен 10 жас үлкен балалы әйелге үйленген нес? Ол әйел дүниесі шалқып тіреп тұрған біреу болса мейлі екен. Түгі жоқ қой, түгі жоқ. Жатақхана жалдап тұрады екен баласымен. Сұлу деп сұлудай емес. Өңі сондай сұсты көрінеді. Адамға онша жұғымы жоқ біреу ғой анау қатын деген сөз жерде қалсын ба? Гулеген өсек желде есіп, тамыр таныстар алады. Көзбен көргендер алтын тапқандай, білгендерін айтуға асықса, көрмегендер өсек болар, мүмкін емес қой деп жатты. Қыз қырқынның көз құртына айналған бұл жігіт өзінен біршама жас үлкен балалы әйелге не себепті үйленіпті? Сөйтсек, шиеленіскен бұл жағдайдың тамыры тым тереңде екен. Түйінін тарқатқым келді. Жұмыс пен ақшаның жетегіне еріп, уақыттың зымырап өтіп кеткенін байқамаппын. Жасым 35-тен асқанда ғана жалғыздықтың дәмін сезіп, жағдайыма алаңдауға көштім. Жас кезімде талай жігіттер кездесті, жүрегін ұсынып. Тең көрмейтінмін өзіме. Ханзадамды күтіп жүре беріппін. Уақыттың жылжып жатқанын, жұмыстың қызығына берілген мен еш сезбеппін. Сөз айтушы жігіттердің қарасы сиреп бой көрсетпейтін болғанда ғана жан-жағыма қарай бастадым. Жөні түзу жігіттердің барлығы үйлі-жайлы болып кеткен. Ал уақытша ермек еткісі келетіндер мен жағдайыма қызығатын еркектердің бетін бірден қайтарып тастап жүрдім. Жар құшағынан бөлек уақыт өз дегенін аңсатады екен ғой. Кішкентай сәбилерді көрсем, бір түрлі көңілім босайтын болды. Күйеуден бұрын нәрестелі болуды аңсайтын сияқтымын. Мейлі кім болса да, маған ана бақытын сыйлай алатын бір бөрікті қашан жолға деген жолымда. Сұстымнан, тік мінезімнен тайсалады көп еркек. Дәрежемде олардың мысын басып тастайды-ау деймін. Жолауға қорқады. Кейбірі өзім емеурін танытсам да, мүмкін дұрыс наздануды, қылық танытуды білмейтін шығармын. Күйеуді қойшы, еркексіз-ақ күнімді көріп жүрмін. Маған нәрестелі болуға мүмкіндік жаратып берсе болғаны, кімде болса, деп жүргенімде сезімге шалынып, жалпамнан құладым күндердің күнінде. Мен барлық жағдайға есеппен қарайтын пысықай жан едім. Махаббат деп бас ауыртып, еркек үшін ешқашан егілген емеспін. Ендіше, осы жасқа келгенімде жүрегімнің жайлауында сезімнің жауқазыны бүршік жарады деп кім ойлапты? Мүмкін емес екенін біле тұра, мен өзімнен бірнеше жас кіші жігітті сүйіп қалдым. Білесіз бе, менің жүрегім жылайды екен. Жылаймын, күлемін. Неге менің ақыл есімді, жүрегімді иелеп алдың? Кеш жеттің-ау маған. Бағымсың ба, сорымсың ба? Кімсің сен өзі? Қалай десеңіздер де жарандар, махаббат бар. Ол рас, жасқа да, жағдайға да қарамай, кез келген уақытта өмір жолыңды бұра салатын бұл сезімге тіпті немқұрайлы қарауға да болмайды екен. Жүрегіңді ұрлап алып, қаша жөнелгенде соңынан сүріне салпақтап қалай еріп кеткеніңді білмей қалады екенсің. Ұлан ғой менің махаббатым. Осы жасқа келіп, алғаш махаббатты ұқтырған бұл жігіт жайында айта берсем тіптен көп. Бар жақсы сөзді сүйгеніме арнап, күн-түн демей сайрай бергім келеді. Өзімді алғаш рет әйел заты екенімді сезіндім. Ұланның құшағында. Құдіретін-ай бұл махаббаттың. Мейлі басынан бастайынша. Менің қол астымда жұмыс істейтін Айжанның інісі Ұланды алғаш рет көргенім еш есімнен кетер емес. Әпкесіне бір шаруалармен келген кезде мекемеде жиналыс жүріп жатқан. Жиналыс болып жатқан кабинетке рұқсат та сұрамай баса көктеп кіріп келген еді ол. Бас изеп амандасқан соң Айжанның құлағына бірдеңелерді сыбырлап қайта шығып барады. Жұмыс барысында олқылықтар болып жиналыста екі қызметкерге сөгіс беріп ашу үстінде отырған едім. Мынау жігіттің баса көктеп кіріп келгені ашуымды одан сайын қоздырды. Кресломнан атып тұрып, кім саған рұқсат берді кіруге? Жиналыс біткенше күте тұруға болмайтын беді деп айқайладым. Түкірігім шашырай. Әлгі жігіттің сасар емес. Артына асықпай бұрылып, қолын көкірегіне қойып,
Кешіріңіз қарындас, кешіріңіз деп түк болмағандай тұр. Қарындас деген сөзіне жол болсын, отырғандар ду күлді. Төбе шашым тік тұрып одан сайын түтеп кеттім. Кешірім сұрадым ғой, бұдан кейін сыртта 10 сағат болса да күтуге дайынмын сіз үшін деп шығып кетті. Ашуланып тұрсам да ол кеткен соң еріксіз күліп жібердім. Еріксіз осылай күлдіріп еді. Уақыт өте сезімімді де оятты ғой бұл жазғаның. Арадан бірнеше күн өткенде Айжанның туған күнін мейрамханада атап өтетін болдық. Сол кеште ұлан жүрді қызмет жасап. Жас жігітке онша мән бере қоймадым. Көлбеңдеп ары-бері жүрді әйтеуір. Көлігім жөндеуде жатқандықтан таксилетіп келіп едім бұл кешке. Қайтатын уақытта 2-3 келіншекпен бірігіп таксиге тапсырыс бермек болдық. Сыртта сөйлесіп тұрсақ, ұлан келе қалды қасымызға. Таксидің қажеті жоқ, өзім жеткізіп саламын сіздерді деп, анадай жерде тұрған көлігіне жол бастады. Ойпырмай, мынау жігіттің пысығын қараш. Жанымдағы келіншектерді үйлеріне жеткізіп салған соң, екеуміз ғана қалдық оның көлігінде. Мен ертеңгі жұмысты ойша жоспарлап отырғанда үйге де келіп қалыппыз. Ол мені үйдің подъездіне дейін әкеліп тастады. Көліктен түсіп жатқаным сол, терезеден қарап тұрған көрші апайым айқайды сала жөнелді. Қайда жүрсің? Телефоныңды неге алмайсың? Үйіңе тез жет, пәтерімді су алып кетті. Краныңды өшірмей кеткенсің бе дейді, бар даусымен даланы жаңғыртып. Жан ұшыра үйге жүгірдім. Ұлан ізімнен ерді. Сөйтсем, су менің пәтерімнен емес, үстіңгі қабаттан ағып жатыр екен. Менің де пәтерімді су басқан. Үстіңгі қабаттағы көршілеріміз үйінде жоқ. Басқа көршілермен бірге әупірімдеп жүріп су ағып жатқан пәтердің есігін бұзып, ішке кірдік. Жуынатын бөлменің құбыры жарылыпты. Үлкен құбырдың суын өшіріп, әрең ес жинадық. Үйімнің жағдайын көріп, еңсем түсіп кетті. Ашудан бұрқылдап жүрмін. Еденге төселген кілемдерім малмандай су. Қабырғадағы әдемі түс қағаздай сайша. Обалай, ұқыпты болса қайтеді. Ал не болды енді? Пәтерімнің жөндеуін өздері жасап береді ме енді? Деп жоғарғы қабаттағы көршімді сырттай ұрсып жүрмін. Ұлан байыпты қалпымнан таймай, уайымдамаңыз, үйіңізге мынауски евро жөндеу жасап беремін. Ауылдағы көп үйдің жөндеуі менің қолымнан шыққан деді. Өзім кір-пияз бәлемін. Үйімде әр заттың өз орнында тұрғанын қалаймын. Еденіме дейін айнадай жылтырап тұрады. Салақтықты суғаным сүймейді. Көлденең жатқан бір қоқымды көрсем, төбе шашым тік тұрады. Енді мына үйді қалпына келтіру менің талай шашымды ағартатын шығар. Ұланның көмегін тәрк етпедім. Онда жұмысқа қазірден кірісейік. Алдымен кілемдерді сыртқа шығарып жайып тастайық. Мен еденді сүртіп шығайын дедім. Ұлан томпаңдап менің бар айтқанымды істеп жүр. Үйді кішкене болса да ретке келтіріп алуым керек. Әйтпесе маған ұйқы жоқ. Су болған төсеніштердің бәрін сыртқа жайып тастаған соң тағы да уайымға баттым. Менің қымбат кілемдерім қолды болып кетсе қайтемін. Одан да ұйықтамай қарауылдап шыққаным жақсы. Тынымсыздығыма Ұлан күле қарап, менің анама ұқсайды екенсіз. Анам түнде ұйықтамай бие сауатын, көрпе қабитын, таңға жуық қана көзін іліндіріп алатын деді, шаршап тұрғанын білдіргісі келмей. Сен ұйықтап алшы. Мен терезенің алдында отырып ақ ноутбугыммен ертеңгі жұмыстарымды бітіре берейін. Кілемдерімді қормасам ұрлатып алармын тағы. Мені 1 сағаттан соң оятыңыз, кесектесіп қарауылдайық деген жігіттің сөзіне күлдім де қойдым. Ұланмен тез тіл табысуыма да пәтерімнің су басуы себеп болды. Кейінгі күндері ол үйіме жөндеу жұмыстарын бастап кетті. Дәл сол уақытта мен басы бос бір еркекпен танысып қалдым. Жұмыс бабымен бір мекемеге барған едім. Сол жерде жұмыс істейтін Орынбай есімді азамат көңіліме қонғандай болды. Жасы мен жағдайы маған дұрыс келіп тұр. Дегеннен сөздеріміз жараса кетті. Ол жалғыз, мен де жалғыз. Бір-бірімізді көзбен ұғынысқандай болдық. Таныстықтан соң ол мені бірден кешкі тамаққа шақырды. Қарсы болмадым. Көңілімнен шықты, ұнады деп айта алмаймын. Іс-әрекеті мен сөздерінен көп кемшіліктер байқалуда. Бірақ таңдап отыратын жаста емеспін. Ішімдіктен аулақ еркек кіндікті болса, етегінен ұстауға дайын жүредім ғой. Бас қосып, отбасын құрып жатсақ, үйренісіп кетерміз деген үміт болды менде. Сонда да алғаш құшып сүйгенде ешқандай сезім болмады менде.
Сүйіп қалғанын таусыла айтып отырса да жүрегім дір еткен жоқ. Көптің бірі секілді мен үшін. Жаныма еш жақын тарта алмасам да, оның маған деген махаббаты үшін етегінен ұстауға бел будым. Өзгелер де құптап жатты екеуміздің табысқанымызды. Туыстарым да теңін тапты дегендей қуанышты мен үшін. Оған тұрмысқа шыққанымды барлығы қолдаса да, тек ұлан қарсы болды. Мен Орынбайды үйге әкеліп, екеуін таныстырған едім. Ұлан қасындағы серік екеуі пәтердің жөндеуін жүргізіп жатқан. Менің болашақ күйеуім қалай жақсы ма деп сұрағанымда, ол ештеңе демей иығын қиқаң еткізген де қойған. Аз уақыттың ішінде Ұланға бауыр басып қалғандаймын. Інімдей көрдім оны. Онымен сөйлескім келе береді. Қасында отырып, күлдіргі әңгімелерін жалықпай тыңдай бергім келетін. Өзімді жеңіл сезініп, марқайып қалатынмын бұл жігітпен сөйлессем. Бір түсінбейтінім, Орынбаймен кездессем керісінше денем зіл басып басым ауыратын болыпты. Онымен өзімді мәжбүрлеп кездесіп жүргенімді білемін. Уақыт болса зымырап өтіп барады. Қалайда тұрмысқа шықпасам болмайды. Сол ой ғана мені оның алдына желкемнен сүйреп апаратын. Сол Орынбайым, бір-бірімізге үйренісе берейік, тойға дейін бірге тұрайық деп қылқылдай бастады. Біраз күндерден соң ойланып көрсем, онысы да дұрыс екен. Оның пәтері қала шетінде болғандықтан жұмысыма алыс болды. Менің пәтерімде тұруға келістік екеуміз. Ал оның келгенін Ұлан ұната қоймайды. Үйімнің жөндеуін бітірмей кетуге бел буды. Серігіне басқа адам тауып беретінін айтып, қош айтысып шығып барады. Мен оған жұмысыңды соңына дейін бітірсейші деп ұрысқан күйі қалдым. Ол кеткен соң бір түрлі жан дүнием қаңырап қалғандай болды. Жақын туысымдай бауыр басып қалған сияқтымын бұл жігітке. Орынбайды көңіліме жұбаныш еттім. Ертерек тұрмысқа шығып ана атанбасам болмас. Сол оймен тойды кейінге қалдыра бермей тездетуді жоспарладық. Басқа қаладағы бір апталық іссапарымнан оралған соң екеуміз неке сарайына баратын болып келістік. Мені іссапарға қимай қайта-қайта сағынатынын айтып шығарып салды. Алайда бір апта емес, тірліктерімді 3 күнде бітіріп үйге оралдым. Келетінімді әдейі ескертпедім. Қырсыққанда қымыран ридінің кебін киіп, тұрмысқа шығамын деген дәмем көзден бол-бол ұшты. Жұмысым да кері кетті. Бір танысым өтініп қоймаған соң, қызын есепші етіп жұмысқа алған едім. Бұрынғы есепші апайым денсаулығы сыр беріп, ауыра берген соң жұмыстан кетіп еді. Орнына танысымның мақтап жүрген қызы келген. Сол қыздың бәрін қатырдым дегеніне сеніп жүре беріппін. Алдын жұмыс істеп кеткен апайымдай көрдім бұл қызды. Тексермеппін жұмыстарын. Нәтижеде салық есептерін дұрыс тапсырмай келген, ескертулерді де елемей, маған айтпай жүре берген ғой. Сөздің қысқасы сотқа дейін өтті бұл тірлік. Үлкен айып бұл салды. Мен екі ортада не істерімді білмеймін. Қызды кінәлайын десем, оған сеніп жұмыстарын тексермеген өзімнің де бейғамдығым бар. Көз жасым пора-пора ағып, мен жүрмін. Қарызға баттым. Кәсібімді уақытша тоқтатуға тура келді. Шақша басым шарадай болып, бұл өмірде түксіз қалғандай болдым. Осы жасқа дейін тек жұмыс деп, басқа қызықты шетке сыра бергеннен тапқан пайдам осы ма? Ештеңемде, ешкімде жоқ екен ғой менің, деген ой жанымды езді. Басыма іс түскенде көбі қол ұшын соза алмады. Менен бетер жылап, өз қайғыларын езіп шыға келгенде туыстарымнан да безіп кете жаздадым. Кезінде берген көмегімді даулап шығуға менің дәтім бармады. Дәл сол сәтте мен айдалада жалғыз қалғандай болдым. Кәсібім тоқтады. Пәтерім мен көлігім банкте кепілдікте тұр. Офистегі техника аппараттарын бәрін бөлмей, бірден өткен бағасына сата салдым. Ойымда тек қарыздардан құтылу болды. Ай сайын пәтер мен көлікті кепілдікте қойып, банктен алған пәленше ақшаны төлеп тұруым керек. Аз күнде қу шиып қу сүйегім қалды. Өмір мәнін жоғалтты мен үшін. Не үшін өмір сүріп жатқанымды өзімде білмеймін. Бұл кезде Ұлан үйдің жөндеуін бітіріп кетіп қалған еді. Ол үйде жүргенде менің халімді көрген. Менімен қосыла уайымдап, жақсы сөздерін айтып жұбататын. Неге сонша таусыласыз? Сіз әлі жассыз ғой. Жұмысыңызды аяққа қойып аласыз. Тұрмысқа шығып, балалы да боласыз дейтін. Бұл сөздер мен үшін ертегідей әсер ететін. Жынды адамша бір күліп бір жылайтынмын. Шын мәнінде бетпе-бет келгенде
Әркім өзінің қара басы үшін жанталасады екен. Жағдайым тығырыққа тірелгенде, ал енді не істейді екен деп жай ғана қарап тұрған жанашырларымды көргенде өмірден түңіліп кеттім. Кезінде көп көмегім тиіп еді сол пенделеріме. Ал аурушаң анама жағдайымды айтқым келмеді. Қалт-құлт етіп әрең жүрген анашым не істей алады дейсің. Bir күн болса да жер бетінде тірі жүргеннің өзі демеу мен үшін. 3 бауырымның біреуі ғана көмектескен болды. Қалған екеуі менен бетер зарлап отыр. Дұрыс қой, қанша жерден өткізіп қойсам да несін міндет етемін. Бұл жағдайым менің көзімді шайдай ашты. Айналамды жақсы танып алдым. Жақын таныған сайын жалған өмірден түңіле бердім. Жұмысымды өмірімнің мәні кетіп алған, мен кәсібім тоқтаған соң терең күйзеліске түстім. Ештеңе қызықтырмады. Тіпті несиені төлейтін уақыттың жақындап келе жатқанына да толғандырмады. Үйден шықпай ешкіммен сөйлеспей жата бердім. Ұйықтататын дәрі ішіп аламын да тек ұйықтай бергім келеді. Күнің не, түнің не бәрібір болып қалды. Сондай күндердің бірінде үйге ұлан келіп қалды. Телефон соқсам алмайсыз. Мен төлқұжатымды жоғалтып алдым. Іздемеген жерім қалмады. Осы үйдегі шкафтың үстінде қойғанымнан кейін есіме түсті деп тұр есікті ашсам. Менің түрімді көріп шошып кетсе керек, әрең сөйледі сөздерін үзіп.